ағайын. Тосын. Рахмет, ал қайырлы кеш болсын, құрметті ханымдар мен мырзалар. Жақсылыққа жиылған, шеттерінен мейірбан, дархандығы даладай, аңқаулығы баладай, жақсылыққа ат байлап, жамандықты қақпайлап жүрген мәт қазақтың ұрпақтары. Гүлбақырам анамыздың 18 жас мерейтойына қош келдіңіздер деп бір қошемет салып қойыңыздар. Рахмет, енді құрметті ханымдар мен мырзалар, мен сөзімді көпке созбай, әдетімізден озбай, бүгінгі туылған күн иесі Гүлбақырам анамызды отбасыменен керемет қылып қарсы алайық. Ал қошеметтеп қойыңыздар. Келіңіздер. Туған күн иелері анамыз, келіңіздер. Сенің туған күнің шаттап береке, сен туғансаң таусылмайда үйде береке, антымаға жарасқан бауырлар бірге. Туған күнің құтты болсын, туған күнің құтты болсын, жетер жүзге. Ол қыздардың атына деген гүл шаттарын қабыл алдыңыздар. Құтты болсын менің бауырым, жер бауырым, мақсатыңа аңсаған жетші бауырым. Сағанғана айдаламын жүрек сырымды, өзің өткен күннің бәрі елес келер күнді бақ. Сондықтан да бағалай біл, сондықтан да бағалай біл бүгінгі күнді. Рахмет, келіңіздер, ортаға тұрыңыздар. Енді сіздер орындарыңыздан тұрып тұрған сәтті пайдалана отыра. Енді анамыз 60-ға келіп жатыр, ағайын. Бір 60 секунд шапалақ соғып басақ та, бір 30 секунд бір шапалақ соғып берейікші анамызға. Ой, рахмет. Дастархан басына жайғасыңыздар. Ортамыздан кетпеңіздер. Отбасылық естелік сурет болсын. Суретке солай. Енді құрметті қонақтар, біз қазақ бір той жасай қалсақ, бір жиын жасай қалсақ, әрине үлкеніміз деген қазақпыз. Батасыз ел армас, батасыз ел жармас десе, батамен таңды атырып, батамен күнді батырған. Иісіміз болған қазақтың баласы болғаннан кейін, әрине бүгінгі кешіміздің басын әулетіміздің үлкендерінің ақ батасыменен ашылған жөн санап отырмыз. Әулетіміздің үлкендерін бастап келіп отырған Әуез ағамыз, Сейдахмет ағамыз және де Қамысбай ағаларымыз, келіңіздер, тойымыздың басын ашып беріңіздер. Аты аталған әулетіміздің үлкендері, келіңіздер, тойымыздың төріне табылыңыздар. Әуез ағамыз, Сейдахмет ағамыз, Қамысбай ағаларымыз, келіңіздер. Әулетіміздің үлкендері қош келдіңіздер. Нұрлы мүбәрәк жүздеріңізді көріп, әрине қуанып отырмыз. Ал енді бүгінгі тойымыздың алғашқы тілектері өздеріңізден болсын. Жас үлкен, жол үлкен ағаларымыздан бастайық. Келіңіздер, ақ тілек өздеріңізден. Өлең айтып берейін бе, неге? Ал, жақсы, рахмет. Құрметті туғандар, туысқандар, бауырлар, құдашалар, құдағилар, жекжаттар, тойларыңыз құтты болсын. Ал Гүлбақырамнан елайын қайындасын. Ал жасың құтты болсын. Аман бол. Денің сау болсын. Бала-шаға немерең қызығын көреді. Әр уақытта осындай жақсылықта, дастарханда, туған туысқандардың арасында осындай бас қоса берейік. Денсаулық тілеймін, құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Бүгінгі Гүлбақырам, туған күнің құтты болсын, жасына жас қосыла берсін. Бала-шағаларының қызығын көреді, өсіңдер гүліңдер. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осындайда шапалақ, осындайда шапалақ, бір керемет емес пе. Ал рахмет әулетіміздің үлкендері, тойымызды ашып деп жариялағандарыңызға рахмет.
тойымыздың төрінен төбе көрсетіп орындарыңызға жайғасып жайланып алыңыздар. Так, рахмет енді құрметті қонақтар, бүгін ортаға той иесі Гүлбахрам анамыз шақырайық. Келсеңізші, не алып жүрсіз құрсын? Күйеуіңіз қайда сіздің? Келсеңізші аға. Келсеңізші, не алып жүрсіз құрсын? Так, екеуіне шапалақсуын қояйық, осы жерде құрметті ханымдар мен мырзалар. Мен сіздерге таңғалдым бар ғой, сіздер туған күн емес, бір ауызша беріп жатқан сияқтар бәрін жинап алып. Так да, немере кімнің қызы? Сіздікі ма? Сіздің балаңыз ба? 5 минут қалып тұрыңыз. Рахат екен өздеріңіз туып, ата мен әжеге тастап кетесіздер әйтеуір. Так, енді былай істаймыз, құрметті, сіздер бұны ауызша болып отыр, мына жерге шығыңыздар, мен екеуіңіз хабарлаймын, бір туған күн екенін білдіріп, той екенін білдіріп, екеуіңіз бір араласып, күшті болып билектеңіздерші. Билек бесеңіздер, бір-біріңізге араласасыздар ма негізі? Әдемі болып билектеңіздер. Ал құрметті ханымдар мен мырзалар, енді қазір біздің әкеміз бен анамыз ортаға кірген кезде айқайлап, шулап, шапалақ ұрып, барынша той екенін білдіріп, осы жерден поддержканы берейік ағайын. Ал қымбатты ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Алдарыңызда дауысын шығар. Қазақстан Республикасының 2025 жылға ең үздік ата, ең үздік апа номинациясын жеңіп алған. Алдарыңызда бүгінгі той иелері. Әкеміз бен анамыз ортаға келеді, пожалуйста, жер. Екеуміз тойға бармағанға біраз болған сияқтымыз. Шапалақсып қойыңыздар, екісіге арнайылып. Келіңіздер, ортаға тұрыңыздар. Мен Гүлбахрам анамызға риза болып тұрмын, қараңыздаршы. Өзі әп-әдемі, сұп-сұлу, красавица болып, көкеміздің шашына қарап соңғы өзі көрдіңіздер ма? Так, енді сұрап алайық, келген қонақтардың бәрін танисыз ба көке? Сіз танисыз ғой, енді осы келген қонақтарыңыз сіздерді қалай таниды, соны біліп алайық. Оны қалай білеміз? Қолдарыңызға подарка алыңыздар. Оны былай білеміз аға. Енді құрметті қонақтар, назар салып тыңдап алыңыздар. Біздің Ахмедәлі ағамыздың есімі А әрпінен басталады. А әрпінен келетін мықты әдемі сөздер айтамыз. Мысалы Ахмед ағамыз қандай? Ахмед ағамыз арыстандай, айбатты, аферист. Мысалға, например деп жатыр. Жаман сөз айтпайсыз. Аға, құртымаңыз, өзіңізге ұнаған бір сөз жаттап алыңыз. Сол сөзді айтқан адамға сыйлық береміз, түсініңіз. Аға бірдеңе түсініп жатсыз ба? Құрсын түсініп тұрыңыз андай, мен ешкімді сүймеймін, ешкімді сондай өткіз көңіз. Кеттік. Бірінші ағамыздан бастайық, сол жақтан бастайық. Ағамыз қандай? Адвокат дейді, ойбай. Ақкөңіл, адал, тағы. Айта беріңіздер. Активный. Аңқау. Қандай жаман нелерін айтпаймыз. Жақсы қасиет. Аңқаулығын дейін пайдаланбаңыздар. Ақкөңіл. Тағы. Ардақты. Әдепті. Алдымыздағы салат жеп қойдыңыз. А деген әріп айтамыз. А. Адал жар. Ағатай. Мен ойлаймын, сол чесін тамақ жеп жүрген сияқты әлі ішін бір адам айтты. Адам заттың арманы дейді, ойбай. Асыл зат, тағы. Азамат. Осы біраз танытсын мақтап жатыр. Сол сөздердің ішіне қандай сөзін ал, көке? Адамзар дегенге берейін. Адамзар? Кім айтты адамзарды? Келсеңізші ортаға, билетейміз. Ортаға тұрыңыз. Атыңыз кім? Кім? Шакизат. Кім боласыз? Көрші. Так, сіздің көршіңіз қандай адам?
Ай, бағанағыны айтсайшы. Жоқ, бағанағыны айтыңыз. Қандай? Адал жар. Сондай ма? Шапалақ соғып қояйық Ахмет Ali өгемізге. Ахмет, мына сыйлық сіздікі, жайғасып алыңыз. Енді осындай адал жардың жанында жүрген, керемет тіреу болып жүрген біздің Гүлбақырам, Гуля анамыз бар. Гуля анамызға Г әлден лажы болса бүгін туған күні ғой енді. Мақтайық, мадақтайық. Ағылшынша, түрікше, орысша, өзбекше, қытайша, французша, сондай бір шет елдік тілдерде арасында қазақша болсын. Әдемілеп мақтайық. Құртырмаңыз, өзіңіз жинаған сөз жаттап алыңыз. Так, Гүлбақырам анамыз. Гүл. Қандай? Гламурная. Жоқ, әдемі айтып жатсыздар. Жақсы. Güzel. Тағы. Негізі Гүлбақырам деген Ахмет Ali'нің әйелі екен, оказывается ше. Танисыздар ма? Güneş. Не ол? Түрікше күн деген мағына береді екен. Гүлдей қызғалдақ. Тағы. Гүлбақырам. Білеміз ғой, Гүлбақырам мақтау керек просто. Гүлдің бақырамы дейді, ойбай. Гауһар тас. Күшті. Бір үйді игеріп отқан жер, бір үйдің мынандай генерал болып. Өзіңіз айтыңызшы. Не дейді? Генерал бір үйді ұйымдастырып отыр. Пожалуйста, шапалақ соғыңыздар мына кісіге. Так, айтыңыздар, сізді айтыңыздар. Гүлмама. Гүлмама дейді. Мамам ғой Гүлмама. Сөйтіп айтасыз ба? Сіздер ұйықтап жатсыздар ма, бірдеңе айтсаңыздар шықсын. Так, айтыңыздар. Гүлшетай дейді, ойбай. Мұшым әдем мақтап жатырсыздар. Сол сөздерді іштен шын жүректен ұнаған қайсысы? Гүлмаманы. Гүлмаманы ма, кейіңіз бір адам ортаға билеп кейіңіз. Аймас, күйет. Так, құлшыңыз, атыңыз кім? Тұрсынбек. Кім боласыз? Баласы? Қайнысының баласы? Қайнысының баласы Тұрсынбек. Шапалақ соғып қойыңыздар. Гуля анамыз. Гүлмама ғой. Мамамыз бар. Мамасы Гүл мамасы. Шапалақ соғайық. Рахмет. Енді осы біздің адал жарменен Гүл мамаға бір шапалақ соғып қояйық. Кеттік. Енді рұқсат болса, келіңіздер. Мына жаққа той төріне тұрып алыңыздар. Арнайлап ең алғашқы бүгінгі тілектерімізді үш жұрттың ұлылығы болған нағашылардан бастасақ деген ниет болып жатыр ағайын. Сондықтан да аттарыңызды атап түстеріңізді ортаға қарай шақырайық. Қамысбай ағамызбенен Бейба анамыз және де Райхан әпкеміз, Анипа жеңешемізбенен Сейдахмет ағамызбенен Маржан аналарымыз. Келіңіздер, тойымыздың төрінде табылыңыздар. Үш жұрттың ұлылығы болған нағашылар. Келіңіздер, тойымыздың төрінде. Және де София әпкеміз, келіңіз ортамызға. София жеңгеміз, келіңіз. Қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ардайлап ақ тілекті өздеріңізден бастайық. Жас үлкен, жол үлкен. Қайсыларыңыз? Пенсияға шыққан жігіттерден, қыздардан қайсысы? Рұқсат болса ағаларымыздан бастайық. Келіңіздер, ақ тілек өздеріңізден. Рахмет, ассалаумағалейкум, жолдың қадірлі халықтары. Бәріміздің бүгінгі кең дастархан басында келесі отырған негізгі себепкері
Gülbahram jiyenimizga o'rnaydilar. Bugun tuvan kutlu olsun, jiyeni sağ olsun. Gözü önümüzde. Al endi yaş yılların dasturxonga jilog'ida qavmni bari o'sib to'ylab, Xudo xohlasa amal için atqar qo'yga afsolsa. Rahmat. Жаңа сөйлеген. Gülbahram, tuğan günün kutlu olsun. Altısın tağып bir ekеуің жаса. Денің сау болсын, бақытты бол. Бала шағаларының алдында осында қыздай бол. Құл тұрып жүре бер. Gülbahram, бүгінгі туған күнің құтты болсын жаным. Осындай жап-жасқа әдемі болып жүре бер арамызда. Мына Ахмет екеуің бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын. Немере сүймесіңдер, шөбере сүйіңдер, шөпшек сүйіңдер. Мына балаларың тек сендерге жақсылық көрсетсін. Қандай той жасап беріп жатыр ғой, рахмет бала шағаңа. Мың алғыс қызыңа да, балаңа да, балдарыңа да. Екеулерің осындай туған туыстардың арасында өмір бақи жақсылықта, тойда жүре беріңдер. Тек жақсылық тілеймін сендерге. Рахмет, келіңіздер, бәріңіз шығып сіз сөйлемей қалғаныңыз жат болар анда. Ақбек өзіңіздер. Мына бүгінгі күнге бас қосып жинап отырған тойшыл қауым, барлықтарыңызға айтарым, дендеріңіз сау болсын, отырған орындарыңыз жоғалмасын. Тек қана көргендеріңіз жақсылық болсын. Ал бүгінгі себепкер болып отырған мына менің қайынсіңлім деп айтам, құрдасым деп айтам, ақылдасым деп айтам, жаным. Денің сау болсын, аманшылық болсын, көрген қызықшылық болсын. Мына балаларыңның рахатын, мына жігітіңмен екеуің көре беріңдер. Не армандайсыздар, армандарың орындалсын. Осындай туған туысқандар да барлық бауырлардың бәрінің арасында қадірлі болып, сыйлы болып, осындай Ахмет елі өмір сүре беріңдер. Сондай сен тамаша адамсың өзің, жаңағы сондай өзіңнің пейіліңе берген халқым сен қатты сыйлайды. Бала шағаларыңда неменен көрсеш қызықшылық болсын. Сондай қызықшылықтарына болса жымнайға кездесе берейік халқым. Рахмет, айтып беретін подаркаларыңыз бар ма? Айтыңыздар, не беріп атсыздар? Мына ақ жаулықты орамал, шабала соқ қойыңыздар. Және де апамыздың өзі арнайлап дайындаған, қазір хит толып атқан бабайка. Абайкалары бар, қабыл алыңыздар. Шабала соқ қойайық. Қамлет тосын береміз. Қаматтарымыз жауылайық бірінші. Ақ жауып ағаларымыздың орамалдарын қабыл алыңыздар. Келіңіздер, орманымыздан кетпеңіздер, естері суретке түсейік. Апау, суретке түсейік, келіңіздер. Кет қалмаңыздар. Көке келіңіздер, суретке түсейік. Суретке түсіңіз, келіңіздер. Естері сурет болсын. Келіңіздер, той иелерін ортаға алайық. Уақыт болды, кет жүйер маэстро, балдырды ортаға, биялаға, берсін, аша.
Ал құрметті қонақтар, жайғасып жайланып болсаңыздар, біз бүгінгі той иелерін ортаға қарай шақыра береміз, қайта шақыра береміз, келіңіздер. Ахмет аға, көршілеріңіз енді бір қатыспай көрсін. Бір көшелер дұрыстарға көрсін. Так, енді екі жаққа дастархандарды бөліп алайық. Екі жақ болып жарысайық. Так, сізге мықты поддержка беретіндер бәрі қай жақта? Так, көрейік, оң жаққа тұрып алыңыз. Сіз уже амал жоқ сізде, оң жақ сіздікі, сол жақ арамыздікі. Так, просто бірінші шапалақтарыңызды тексеріп көрейік. Ахмет ағамыздың дастарханы. Сіздер көлеміңіздің дастархансыздар. Сіздер шапалағын маңыздар. Ахмет ағамыздың дастарханы. Бар екен. Гүлия ағамыздың дастарханы. Енді дәл қазір осындай сасақпенен сіздерменен ән айтып жарыстан боламыз, құрметті қонақтар. Әннің басы мына жақтан басталады. Сіздер екі дастархан болып, керемет қылып шырқап берулеріңіз керек. Қай дастархан мықты шырқайды аға? Соны қарап тұрыңыз, түсіндіңіз ба? Қай дастархан мықты шырқайды, сол дастарханға арнайы сый-сияпатымыз табыстайтын боламыз. Сіздерге де дәл сондай условия, түсіндіңіздер ғой, а? Так, барлығыңыз білетін әндерден бастайық. Бірінші Ахмет ағамыздың командасы. Дайын болсаңыздар, шамалар соғып қойыңыздар. Кеткі ал, жібер. Өзіңнен арыстым, ойымнан қалыстым, жайраған гүлдей тұрдың сен, жағада тұрдың сен. Жазидың ол күнге, қайдасың бұл күнге, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Шабалар соғып қойыңыздар өздеріңізге, әдем орындарыңыздар. Так, біздің анамыздың дастархан дайынсыздар ма? Так, дайын болса, кеттік, сіздердің әндеріңіз жібер. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, қаланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген қостардың қалады заман, қалады өзіңе арнаған.
Есеп 1-0. Ой. Ya bizden Gulya anamızın dastarğanı alda gele жатыр. Екі dastarğanda mıқты орындар шамалар сол қойыңыздар. Ал енді Ахмет ағамыздың дастарханына сәл жиналайық. Мына кісілердің ән айтқанын көрдіңіздер. Кеттік. Екінші музыка сіздердің құрметтеріңізге жібер. Максler aldığına şahin yaptır hoca, size toparlasanızlar. Kettik, екінші өлек, бұл ағамыздың дастарханы. Bir oğlum gülüp uçtan жасlar еді, бітірдің мөлдеген аспан еді. Бәрімізде жазылмаған астан еді, армандастар қорғастар. Аспан еді, бәрімізге өмір жолын бастар еді. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, сандылдастар, қанылдастар қайда. Есеп 1-1. Бірақ мына кісілер жақсы айтты осы жолы. Шамалақ соң қойыңыздар соперниктеріңізге. Так, соңғы решающий раунд. Бір-бір өлеңнен қалды. Дайынсыздар ма? Кеттік, жер, соңғы. Махаббаттың көрік шәңгелі, екі жақтың қарыстырған жүрек. Асылмаған кеймен, батыл намысын көрінген. Шашуайда шақ күлімде, шақ күлімде. Шартасын шатырында, шатырында. Рахмет, пожалуйста, не деген керемет орындау. Шамалақ солайық. Так, кеттік. Соңғы әндеріңіз. Дастарханға дайындалыңыздар. Енді екеуіңіздің ойларыңыз сұрайық, әркім өз ойын айтсын. Сіздің ойыңызша, сіздің дастарханыңыз ма, әлде анамыздың дастарханы ма? Сіздің дастарханыңыз ма? Шамалақ соң ойыңыздар. Сіздің ойыңызша, қай дастархан? Пожалуйста, шамалақ соңыңыздар. Бұл жерде әндеде бір проблема бар. Әйеліңізді бірдеңе көндіріңіз аға. Семейный шешім қабылдаңыздар екеуіңіз. Әйеліңіз емес па? Так, ақылдасыңыздар екеуіңіз. Өтірік болса да ақылдасыңыздар. Шамалақ солай, шамалақ солай. Так, қойыңыздар. Қойыңыздар, енді нақты шешім біліп алайық. Біздің ағамызбен анамыз ақылдаса келе, анамыздың шешім бойынша Гулия анамыздың дастарханы жеңіске жетті ма? Жас келген сайын осындай қарап қалар екенсіздер.
Шағына соқ қойыңыздар. Өлеңіміздің дастарханы. Мықты орындаған бір кісіге осы сыйлықты алып барып беріңіз. Шамала солай. Енді құрметті қонақтар, бұдан кейін тағы да сіздер үшін дайындалған ойындарымыз бар. Ол ойындарымызға дәл осылай атсалысып отырсаңыздар, Құдай қалса, главный приз, құрметті қонақтар, главный приз не дедіңіз ба ана? Шетелге путевка деді ағайын. Шетелге путевка, Сирияға бірақ уайымдамаңыздар. Сирияға қатты уайымдау керек жоқ. Енді құрметті қонақтар, рұқсат болса, біз әрмен қарай тілектерімізді жалғастырайық. Тілектерімізді әрмен қарай жалғайтын біздің Қожа елінің ағайындарын орта қарай шақырайық. Әуез ағамыз бастаған Күлайша әпкеміз Үржан, Бақыт және де Тұрсынбек аттары аталмай қалған Қожа елінің ағайындары. Аға жеңге, әпке жезде, әні қарындас, күйеу бала келіндері, келіңіздер, тойымыздың төріне табылыңыздар. Қожа елінің ағайындары, тойымыздың төріне. Сіздер ма? Келіңіз, үшеуміз ба? Келіңіздер. Енді сіздер осылай тұрыңыздар. Аға, үшеуміз келіңіз, әпкесіз тұра беріңіз. Үшеуміз келіңіздер. Мен неге сіздерді ортаға шақырдым? Дәл қазір біздің осында отырған құдағиымыз бар, құдашаларымыз бар. Сол кісілерді ортаға билеп алып шығу керек. Танып отырсыздар ғой, Феруза құдағиымыз бастаған Ләззат пенен Мадина құдашаларда ортаға тілек алаңына билеп алып келейік аға. Қожаларменен ағайындай болып кеткен құдағилармен, құдашалармен бірге тілек айтайық. Кеттік. Жүйел. Өзі көбісеп, атайымызға қарай. Жай сұрамыздар. Феруза құдағиымыз қайда? Индира құдашамыз бар екен. Келіңіздер. Біздің ағаларымыздың алдынан шығыңыздар. Рұқсат болса бір түгелден олайық. Біздің құдағиларымыз, құдашаларымыз қайда тұрсыздар? Біз қойды бір қолдарыңыз көтеріп қойыңыздар. Үшеуіңіз ба? Төртеу ма? Пожалуйста, осы төрт кісіге шапалақ соғып қойыңыздар. Енді рұқсат болса, біз осы кісілерден арнайы ақ тілегімізді бастайық. Келіңіздер, ажалық аналарымыз ақ тілек өздеріңізде. Рахмет балам айналайын. Мен Гүлбақырамның сіңлісі енесі боламын. Сонда сіздерде кім боламын? Ал айналайын Гүлбақырам, Ахметна тойларың толық Алласа келсін, денің сау болсын, Алла шағалардың рахатын көріп, әр уақытта жақсылық жақтарынан көріп, сіз біз болсын айналайын, денсаулықпен әр уақытта биіктен көрініңдер. Алпысыңнен тағы біреуін жасап Құдай қаласа. Денің сау болсын. Бақыттың базарында, Алланың назарында болсын. Бәрі жақсылықты тілеймін. Қадірлі қонақтар, бүгінгі мынау себепкер отқан құдашlarымызды Бақырам жанына бүгін әдемі қалай өмір алпысқа да келіп қалсын, бірақ алпыс келіп алған
терісін бұрап қойыпсың, оны алшы. 25 болсын. Я мына жүзімдегі өзіңіз әдейі өстіп қатая беріңіздер. Өстіп баққан ол қыздардың рахатын көре беріңіздер. Әрқашанда Алланың назарында бақыттың базарында болыңыздар. Көргендеріңізде қызықшылық той болсын. Жасыңызға жас қосып, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Гүлбахрам рахмет тойларын абсыз болған. Талай туған күнді ресторанда отмечать ететінен кейін Гүлбахрам рестораннан шығып үйіме келіп, дәл медиагон болып жүретінен әлі сен өзің уақытысымен екен. Бұл күнге де шүкір, ана сен абысқа толғаның. Отбасыңа аманшылық тілеймін, денсаулық тілеймін, бәріңе денсаулық болса бәрі болады. Жақсы күндер өте көп болсын, қуанышты күндер. Гүлбахрам, жасап жатқан тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Мынау жиған жүргендердің осындай ылғи жақсылықтарға, тойларға шашыла берсін. Дендерің сау болсын, Гүлбахрам туған күнің құтты болсын. Менің сау болып, өмірім ұзақ болып, немеремнің атынан құлақансын, немерелер келе берсін, шөбірер, сеңдер, шөпсек түйіндер. Бала шағалар қалған болсын, тойларын тойға ұласа берсін. Ассалаумағалейкум көршілер, тойшыл қауым, Надише, көке, тойларыңыз құтты болсын. Мерей той, 60 жас, бізге ауыз қолдырып айтарлықтай болғанмен, Алла сізге одан да жақсы ғұмыр берсін, берекелі өмір болсын. Ол қыздарыңыздың рахатын көріңіз, бірінші айлық денсаулық берсін. Отбасыларыңызға тек той бола берсін. Рахмет, келдіңіздер. Әрмен қарай тілекті ағаларымыз өздеріңізбен жалғайық. Ақ тілек өздеріңізден. Ахмет Гүлбахрам, Гүлбахрамның бүгінгі туған күні құтты болсын. Жасына жас қосыла берсін. Аманшылық болып өсіп өне берсін. Әрмен қарай берейін. Гүлбахрам, туған күні құтты болсын. Ағамыз жасап, ағамыздың күткен 90-нан асыңызда немере шөберелеріңізді. Анан баласын күткен шөпшек күшті. Ассалаумағалейкум, құрметті той құтты болсын. Гүлмама болсын, жақсы. Гүлмама деп содан кейін айтамыз. Гүлмамамыз алып шаққа келіп жатсыз. Алла өміріңізге береке берсін, ұзақ етсін. Немерелеріңіздің қызықшылығын көріңіз. Тек жақсылық болсын. Бабамыз, ата демейміз, баба дейміз біз. Атамыздың ең үлкен баласы. Бабамыз бір жастықта қартайып, Құдай қаласа тек жақсылық. Отбасыларыңызға тек қуанышқа келейік, тойға келейік, Құдай қаласа. Құдайға деп дайындалған сый-сияпатымызды қабыл алыңыздар. Жабуларыңыз болса, анамызға табыстайық, сосын ортамыздан кет қалмаңыздар. Естелік суретке солайық өздеріңізбенен. Бір керемет естелік сурет болсын ағай. Келіңіздер, ортамыздан кетпеңіздер, өздеріңізбенен бір жақсы керемет естелік суретке солайық. Естелік сурет болсын, жақын тұрыңыздар.
дастархан басына. Рахмет, құрметті қонақтар, неге шабала ұрмайтын қалыстар сіздерге риза болып отырмын. Так, келіңіз, ортаға тұрыңыз. Енді тағы да бір керемет ойын болсын. Бағана өлең айтқан қыздар бар ғой. Сол өлең айтқан қыздардың арасынан әр дастарханнан бір екі адамды ортаға шақырайықшы. Так, мына дастархан көршілердің дастархан, иә? Көршілердің дастарханнан мықты өлең айтатын бір екі адам шақырайық. Кім бар? Шакизат, сосын Раушан айта ма? Сіз ол қаяқтан білесіз Раушан айтып жүрген? Кім? Жайна, Шакизат, келіңіздер ортаға. Шакизат, өзіңізді білесіз ба Шакизат екеніңізді? Кірсеңізші ортаға. Келіңіз, ау? Шакизат деп айтып тұрмыз алып, не істейсің? Келіңіз ортаға, шапалақ соғып қойып Шакизатқа. Так, жоғары жақтан мықты айтатын екі кісі. Ой, бағана айтып билеп атты ғой? Мықты өлең айтатын. Шынар? Шынар! Шынар деген? Шынар Ләззат, келіңіздер ортаға. Қой. Апасы ана гитами зитам мамасына сатып әшесіз ба? Бірге ұқсайды бағанадан бері қарай. Так, жоғары жақтан апалардан кім бар? Мақсуда, сосын? Мадина, келіңіз ортаға. Мақсуда, Мадина. Келіңіздер тұрып алыңыздар. Енді өзіміздің қожалардың дастарханынан кім бар? Өлең айтады? Қошта өлең айта ма? Келіңіз ортаға келіңіз. Сосын тағы? Келіңіз ортаға. Аты кім? Айхан, келіңіз ортаға. Бір аяғы ғана билейді екен, екінші аяғы қалаға ашқын темейші екеуді билейді екен. Мәсіз, неменеңіз ба? Так, енді келіңіздер, бір қатардың бойына тұрып алыңыздар. Аға, сіз бүйтсеңізші. Сіз бүйтіңіз, дастарханға барып бірдеңе жесеңізші. Семірсеңізші көрсін бірдеңе. Так, келіңіздер, бір қатардың бойына тұрып алыңыздар. Мына қатардың бойына, бір сыздықтың бойына әп әдем болып тұрып алайық. Енді сіздерменен қазір бәріміз ән айтып жарысатын боламыз. Ол жарыс қалай болады? Мысалы, мен кез келген әріп айтамын. Сол әріптен басылатын ән айту керексіздер. Мысалы, А десем, алтын күн аспаны, алтын дән далы. Аспанға қараймын, жұлдызы, тура солай ән. Түсініп алдыңыздар ғой, иә? Сіздерге ойын түсінікті болу үшін бірінші А әріпінен бастайық. Бір адам айтқан әнді екінші адам қайталауға мүлде болмайды. Түсіндіңіздер ғой, иә? Так, кеттік. А. Алатауды айланып, бір жас балға ойланып. Вот, әдем, шапалақ соғып қойыңыздар. Кеттік келесі. А. Алтын күн аспан алтын дән. Айым бекен-ай, күнім бекен-ай, өзі сұлу өзі қандай, кімнің жары екен-ай. Ол сита гитамамыз бұл көрсін. Айтыңыз. А. Алмағаштың Жақсы. А. Алтын-ай. Ана кісінің айтты таза вересек көресіз. А. Асыл жаным. Әшейін емес па көрсін? Асыл әшейін. Нәрсе сондай ғой? А.
Алматының күндері Жақсы, аспанға қараймын, жұлдыз санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жүрсің. Рахмет, шамалап соқ қойыңыздар. Так, енді мен сіздерді әріп айтып қинамай ақ қояйын. Мен әріп айтсам мен андай адам қинап ұшпайтын әріптер айтамын. Сондықтан да, құрметті қонақтар, сіздер әріп айтыңыздар. Сіздер айтқан әріпке біз ән айтып жарысатын боламыз. Өйтіп өнен бастамаңыздар. Оңай әріптерден бастайық. Адам оңай. Неме бәріңіз ұлытның тестіне келесіздер. Ма, вот мадан бастайық. Кеттік. Ма. Жақсы. Ма. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды. Пожалуйста, ма. Айтсаңшы, соны. Менің елім, Ма. Иба, ұрсын қалар, рақсын деймін жоқ, ма. мен сені сүйем. Апа мені сүюдің керегі жоқ, мен елі бар просто. Ма. Мен сені сүйеді екем. Неғып бәріңіз мені сүйіп кеттіңіздер. Айқайлап айта берсеңіздерші ол әнді. Ма. Сен менің махаббатым. Ма. Пожалуйста, кім айтпай қалды? Сіз айтпай қалдыңыз, ма. Пожалуйста, так, келесі әріп, дейсіз. Жа дейді. Жа деп айтып жатыр. Жа. Жұлдызым, көзімнен күлкерген. Жүрегім сені көзбеді. Пожалуйста, жа. Жаным менің. Жа. Жасыл жайлау, төфті кәрген, төкілем. Жа. Соны айтайын деп тұрмын. Сөйлем өнер деген. Оған жерге дариға. Жа. Жарығым-ай, осы сенің өзгермес қылығың-ай. Ақс, махаббатпен ауырады, не көресің? Жа. Жазапамның ау. Жа. Болды, ем түсінді ма сізді? Так, келесі әріп. Бұлар? Қиын болар. Са. Вот, пожалуйста, са. Са. Бұндай болмай ғой. Жоқ, шеттен бастайын, дайындалып тұрыңыздар. Са. Бір. Екі. Болғым келер ай, сәби болғым. Са. Сағындым сені, аяулым ерке. Жақсы, са. Сүйіктім, Аллахындайсың киіктім. Са. Сәулем, сәулем, сәулем ай. Солай алды, ға болысың. Сәулем, 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 сәулемсің. Басымдағы әуремсің. Сағынғанда бір келерсің, Са. Сені. Са. Бір. Екі. Үш. Пожалуйста, са. Бір. Екі. Үш. Рахмет. Сенің жүрегің Ахмет. Ой, айтып қойған, рахмет. Рахмет. Сол бәрін акиматқа барып айтыңыздар. Подсказка жасыр дейін. Шамалап соғып қойыңыздар. Так, кеттік. Келесі әрі. Ойдақсыз адам қинағанға оңай екен құрсын. Әрі айтыңыздар, апалар. Та. Бұқтыға айтайын. Та дейді, та. Жүрікші. Сол бастамасайшы. Оймаңыз. Ал, та. Алшақтан бастаймыз ба енді? Той үстінде тәтті күнде тәтті.
Кентаудың главный проблемасы подсказка беріп жатсыңдар. Шатастырып жедіңіз ғой мені. Таңертең мен бір сұлу қыз туар Та. Туған жер ыстық әрқашан. Сіз операда өлең айтпайсыз ба өзі? Сондай бір әдемі өлеңдер айтып жатсыздар. Та. Тұршы, бермейін келші. Ай! Тұршы, сінес қырсын. Сондай ма не? Та. терезенің жақтауына ой жастамадым Та. табиғатым махаббатым Қандай өлеңдер естер місің? Та. тракторист Молодец. Так, келесі әріп. Ба. Кет. Ба. Ба. Бір. Балауса қыз едім Ба. Басына бати байлаға. Ба. Тұр орныңа. Көрмей қалатта ойланма мені. Тұр орныңда. Ба. Ба. белый роз Ба. Бөпем ай, жастықта дәурен өтеді ай, жас шағында ойнап күлген бір ғани бетікшен ая. Пожалуйста, аплодисменты. Ба. Басың ба. Нақсын әндер точно бар ма негізі? Тыңдағастар ма? Ба. биппай Ау. Бір. Екі. Белые розы, синие. Нақсын айтты сонда. Сіз айттыңыз ба белые розы, я? Бір. Екі. Балалық шағымда ауылға келгені. Бар ма? Балалық шар. Шар адам тыңдаған еще болу керек. Сочинайте екен өзім. Аферистің өзі шошын. Ба. Бақытты бол деген. Жоқ, сендерге сенбейтін. Сіз намаз оқисыз ба айтыңызшы. Бар ма ондай өлең? Бар ма? Акимат айтты. Акиматтан жауап келді. Рахмет, шамалас ұрып қойыңыздар. Кетті, келесі әріп. Қа дейді апа. Сен маға деген әріп айтып өзің әріп айтып отыра бересің, да? Қа. Ойбай? Айтсайшы енді, қа. Күлім қыз. Қа. қошақаның қайда екен Пожалуйста, қа. Қимаймын. Қа. Қызғыл гүлім ай. Ай гүлім ай. Жақсы, қа. Қа. Қалқамай қажамай. Қашамай емес қойсын, қамажай. Қамажай, бәсесін. Так, келесі әріп. Тейсіз. Ау. Ша, болып қойды ғой уже. Ша дейді. Ша. Бір. Екі. Үш. Рахмет, отыра беріңіз. Шамалас соғып қойыңыздар. Қашан отырасыздар? Бәріміз сіздер көрсін. Ша. шымкенттің сазды сарасы Шынарым, ай шынарым. Қосылмаңыз дейді бір
Не дейді? Екі. Үш. Рахмет, кейін үйге барып естіп алар, шамалақ соғып қойыңыздар. Шамалақ соғып қойыңыздар. Кетіп, ша. Чина емес пе ол апа? Ша, мазы. Ша. Пожалуйста, келесі әлім. К. Л. Л дегенге айтыңыздар. Л. Л. Лағындайсың күйіктің. Я, бар. Л. Лейла, халқама. Л. Пожалуйста. Л деген ағашан басталады. Назым гүлі. Кәдімде адамның көзіне қарамады деген мына кісі. Рахмет, шапалақ соғып қойыңыздар. Жайғасып алыңыз. Так, әріп айтыңыздар, тез. О дейді. Бір. Ойыма келмей тұр деймін. Отыра беріңіз, шапалақ соғып қойыңыз. Түстердің сырасынай ма? Отыздан асып барамын. Пожалуйста, шапалақ соғып қойыңыздар. Так, финалда мен үш әріп айтам, ойымнан құрастырылған. Микрофонды бір қармағаштырып алыңыздар бір-біріңізге. Микрофонды ортада бейт ұстап тұрам. Кім қолынан микрофонды тартып алып, бірінші екі әнді айтады, сол кісі чемпион болады. Түсіндіңіздер ғой, микрофонды ұстап алып, қандай өлең еттеп тұру жоқ. Так, дайын болсаңыздар, бір, екі, үш, да. Стоп. Ол жазира. Пожалуйста. Домбыраңды бер шымақ. Шамалақ соғып қойыңыздар, екеуінде тақта. Так, келесі әрі, бір, екі, үш, фа. Пожалуйста. Бірден ой, шамалақ. Бірден ой. Бір. Последний әрі. Бір. Екі. Үш. Е. Елігім ай, еліктің ай. Арма? Есімде сол. Нақсы бірінші айтып қойды. Бірде бір шамалақ соғыңыздар. Соңғы әріп қалды. Бір, екі, үш, ың. Бар, бірақ өлең бар. Ыңғасқас. Чемпион әпшеміз шамалақ соғып қойыңыздар. Келіңіз ортаға, сыйлығыңызды қабыл алып, шамалақ соғып қойыңыздар. Қонақтар ұқсап болса, біз әрмен қарай тілектеріміз жалғастырайық. Тілектеріміз жалғастыратын біздің Гүлбақырам анамыздың ағалары мен жеңгелері, әпкелер мен жезелерін ортаға шақырайық. Раушан әпкеміз бастаған, Айхан әпкеміз және де Нартай, Гүлхан, Ахмет, Мақсуда, Аманжол, Шынар, Ерғали, Айгүл, Айлик, Гүлнұрдай әпкелер мен жеңгелер, ағалар мен жеңгелер, әпкелер мен жезелер. Келіңіздер, тойымыздың төріне табылыңыздар. Раушан, Айхан, Нартай, Гүлхан, Ахмет, Мақсуда, Аманжол, Шынар, Ерғали, Айгүл, Айлик, Гүлнар. Келіңіздер. Көпшілікке соны ойлайды, соны ойлайды, сені
ал тілекті кімнен бастаймыз? Жасы үлкен, жолы үлкен қайсыларыңыз? Әпкелеріңіз ба? Келіңіздер, тілек өздеріңізден болсын. Құрметті қонақтар, той құтты болсын. Жаным, сіңлім, Құдай бере саған. Мына жас болсыңмен, денің сау болсын ең бастысы. Отбасың аман болсын. Жаным, Ахмет екеуіңді жастықта қартайып, Құда қаласа. Жақсылықты көріп, аман есен жүре беріңдер. Әлемдегі бар жақсылық тілеймін. Ең бастысы дендерің сау болсын, немере шөбере сүйіп, Құда қаласа. Дегенімді той болсын. Аман есен жүре беріңдер. Сөзге жоқ әдім енді. Менің жолымен бірақ сонау Екібастұздан келген сіңліме күйеу балам екеуіне сөз беремін. Жоқ, сыйлап сендерді. Ал құрметті достар, қайынжұрттар, үлкен кісілер, аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, сәлем айтам. Ал Гүлбахрам, үлкен тойда Ахмет Гүлбахрам сіздерге семья бірінші Гүлбахрам юбилеймен құттықтаймыз. Аман болыңыздар. Саған бақыт тілейміз, денсаулық. Мынау Екібастұздан түгел достар, мен сәлем айтып жатырмын. Тоймен бақыт болыңыздар. Немелерің, балаларың қызық көріңіздер. Аман болыңыздар. Құрметті қауым, құрметті туыстар, көршілер, барлықтарыңызға сәлем. Екібастұздан енді Гүлбахрамға шырдадан Гүлбахра мерейтойы құтты болсын. Үйтіп дегенше міне 60-қа да келіп қалдым. Енді 60 мерей жасы құтты болсын. Қартайма, осылай әдемі болып жасап жүре берсең, кім айтады 60-та деп? Айтпай ешкім. Айтпай. Яғни Алла жаса, ең басты денсаулық саған, балаларың аман болсын. Осындай саған той жасап беріп отырған Мирас, Самал, Мадиардарға өте көптен көп рахмет. Енді ең басты сол денсаулық, қалыма жаным, біз сені жақсы көреміз. Ал армысыздар, тойшыл қауым, құрметті қонақтар. Бүгін менің бауырымның тойына ат салысып, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Ал Гүлбахрам, жаным сол, бүгінгі мерейтойың құтты болсын. Саған Құдай Ахметті бере саған ғой. Жанем Ахмет, саған Гүлбахрамды бере саған, әсені бере саған. Аллам ұзақ ғұмыр берсін, дендерің сау болсын. Мынау тәрбиелеп отырған ол қыздарының рахатын көріңдер, өссін, немере, шөбере, шөпшек сүйіп, солардың қуанышына бөленіп жүре беріңдер. Аллам ұзақ ғұмыр берсін. Біз сендерді жақсы көреміз, сыйлаймыз. Үйлеріңде тек жақсылық болсын, той болсын, қуанышты күндерің көп болсын. Туған күндерімен. I love you. Асыба жолда сөз бергеніңізге рахмет. Құрметті ағайын, туған бауырлар, көршілер, құда жекжаттар, баршамыздың басымызды қосып, әрі құрбым, әрі бауырым, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын, Алла берген жасын жасай бер. Ахмет екеуің бір жаста қартайып, немере өріп атсыңдар, Алла шөбере көруді жассын. Ұлдарымды ұяға, қыздарымды қияға қондырып, жақсылық тойлар бола берсін, тойларында атсаласа берейік. Алла ынтымағымызды ауызбіршілігімізді берсін. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Туған күнің құтты болсын. Ахмет екеуіңе ұзақ ғұмыр тілеймін, абыройлы қаржы тілеймін, денсаулық тілеймін, екеуің бір жаста қартайыңдар. Сіңлім менің бір жатырды бөліскен, сіңлім менің бір ананың сүтін ішіп бір бескен, сіңлім менің бір көйлекті кезек киіп тоздырған, сіңлім менің жыламашы сіңлім менің есек мініп, қозы бағып, отап, жүзім ұрлап, алма теріп айтады
уақытты бірге оздырған жаным, тетесіңнің менің. Алла деніңе саулық берсін. Ырыздық несібеңді мол бақытымен, мол табысымен, мол берекесімен берсін. Ол қыздардың қызығын көріп, солардың алдында мейірімді, қадірлі болып, өсіп өніп жүре берсін оқырдар. Өзіңде солардың ортасында Ахметжан, ей жаным сол. Екеуің бірге бір жастықта қартайыңдар. Сендерді жақсы көреміз. Рахмет, әрмен қарай келіңіздер, тілек өздеріңізден болсын. Қайжытым рахмет, осыны бағыларым. Ал Жизе әпке, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңызда боласа берсін. Ал әпкем менің ақ көңіл, адал, мейірімді жаным сол. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қоса берсін, қоса беріңіз. Ұл-қыздарыңыздың рахатын, қызығын көріп, немере, шөбере, шөпшек сүйіп, Жизем екеуіңіз бір жастықта қартайып, аман есен алдыңызда жүре беріңіздер. Өмірдің бәрі жақсылық болсын. Жас кеттір айтып, кестірлі аумин десін. Жоқ, енді жақсы келдер келсін. Жақсы келдер келсін. Мақтым. Бізден әпке туған күніңіз құтты болсын. 60 жас мерей тойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болып, аман есен осылай жап-жас болып ойнап күліп жүре беріңіз. Осы отырған барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық тілеймін. Іздегенде табылатын қасымнан, көңілі бәр қызғалдақтай ашылған, көріспешек сағынышпен жүректі, қайда менің басымнан. Жанап кем, үстем болсын мерейін, әрқашан жемісінді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Рахмет, келіңіздер енді жабатын жабуларымызды табыстай қалған конверттегі сый-сияпатта, содан кейін асықпай табыстай беретін боламыз. Жабулар соғып қойыңыздар. Ойбай, нағыз алғысқа келді кім айтар күрсін. Келіңіздер, бауырлар болып бір естелік, керемет естелік суретке түсіп алайық. Естелік сурет болсын, келіңіздер, жақын тұрыңыздар. Біз әпкелердің артынан бір алтын комплекс тағамыз деп ойымыз болған. Оған Гүлбахрам өзі таңдап алсын деп, сол ақшаның бәрі конвертте. Айгүл, енді Айгүл, Гүлбахрам, сол конверттің ішінде саған алтынымыз бәріміздің артынан, сосын өзіміздің личный артымыздан доллар болсын. Рахмет, келіңіздер, суретке түсейік. Естелік сурет болсын, ортаға алыңыздар. Ал, ағамызды тұтап қойыңыздар, ортаға би алаңына шығайық, би алаңа сіздер үшін ашық. Күнде жаным балам,
Рахмет, енді құрметті қонақтар, алдарыңызға ас келген кезде, дәм келген кезде сіздерді ортаға шақырып секірудерді билетіп, ойын ойнатып, тілек бергеніміз жөн болмас. Алдарыңыздағы астан дәмнен алып жеп отырыңыздар. 5 минуттық үзіліс болсын, астарыңыз дәмді болсын. Рахмет, құрметті қонақтар, алдарыңыздағы астан дәмнен алып жеп болсаңыздар, бір тамақ ішкен адамдардың шапалағын көрейік, шапалақ соғып қойыңыздар. Рахмет. Келіңіз аға. Ахмет аға, келіңіз. Өзіңізді туған күн ұстап отырмасыз көрсін. Так, келіңіздер, ортаға тұрыңыздар. Енді арнайлап, құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздер алдарыңызда тамақ ішіп отқан кезде біз ортаға әкемізбенен анамыздың ұл қыздары немерелерінен керемет ақ тілек тыңдамасақ деген ниет болып жатыр. Келіңіздер, ұл қыздары немерелері тілек өздеріңізден болсын. Акиматтан келген адамсыға кіріп қалдыңыздар көрсін. Кесіңіздер, тұрсаңыздар. Қайқы баратсыздар. Ана жаққа тұрыңыздар. Ал енді осы бүгінгі тойды жасап беріп жатқан ұл қыздарға шапалақ соғып қояйық. Тілек өздеріңізден болсын, келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Бауырларымыз, анамның бауырлары, әкемнің бауырлары, көршілер, рахмет келгеніңіздерге. Анам мен әкеме рахмет. Осы өмірге әкелген, себепкер болған. Көп жасаңыздар, жақсы ғұмыр кешіңіздер, немерелердің қызықшылықтарын көріңіздер. Барлық жақсылықтар тілейміз ғой. Бізден тентекті болса кешіріп қойыңыздар. Рахмет сіздерге. Әке-шешем бауырларына рахмет. Ата-анама рахмет. Бақытты болыңыздар. Жақсы ғұмыр кешіңіздер. Осы қартайған шақта. Жас кезіңізде кешірмей қалсаңыздар да, қартайған шақта жақсы ғұмыр кешіңіздер. Келін көрсін, келін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осы анамның туған күніне келіп, қуанышымен бөлісіп отырсыздар. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Ана, туған күніңіз құтты болсын. Сізге ең бастысы денсаулық тілеймін. Алла қаласа, немерелеріңіз көп болсын. Невестаңызды келін алып келіп, Алла қаласа. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Ең бастысы денсаулық болсын, қалғаны бәрі олай болды. Сізді жақсылап көремін. Әкем сізге де. Осындай. Мам, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Жасыңызға жас қосылып, адам екеуіңіз ұзақ ғұмыр кешіңіздер, немере шөбере көп сүйіңіздер. Барлықтарыңызға осылай сыйлап, құрметтеп келіп отқандарыңызға үлкен рахмет. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Алло. Ассалаумағалейкум. Жақсы тұрғаныңыз болсын. Айтыңыз, апа, айтыңыз. Мадиярым қазір ресейде жүріп жатыр, сол себепті келе алмады. Мадиярымды да құттықтап, жылы лебізін білдіріп жатыр. Мына жерде Мадиярымның жоқтығы білініп қалды, әрине аман есен. Ол жолы несібелі болып отбасымызға оралуына нәсіп етсін деп дұға тілек жасап қойсаңыздар. Жұмада обязательно айтамыз дұға тілегіңізді, апа. Бізде енді мынау балаларының атынан анамызға Сөйле басында немере сөйле басында біріктегі асығысыздар. Қанша кезейші? Тілек айтсайшы? Тілек өзіңден болсын. Жаным үшін Аллах тағала ұзақ ғұмыр берсін. Аллах тағала ертеңін бақыт нәсіп етсін, иншалла. Тек жақсылық болсын. Осы немереңіздің қызығын ғана емес, бала-шағаңыздың қызығын ғана емес, рахатын да көріп нәсіп етсін. İnşallah aldı көптеген тойлар болсын, иманды ақылды ұрпақпен әрдайым той тойлауға берсін. Аллах бақытты денсаулық берсін, иншалла. Жақсы көреміз. Ал енді мақтаныңыздар, айтыңыздар, не беріп жатсыздар, сол бәрімізге ризық болған дейміз. Мынау біздің балалардың атынан анамызға алтын сырға.
болса, шамалақ соғып қойыңыздар. Гүлбахрамның 60 жасынан шығып, сразу ұзату тойына келіп ма көрсін? Тастаңыздар жерде алтын сырғасын нәзір қасында. Және де ұл қыздарының артынан алтын сырғаның коробкасы Ахмет ағамызға. Анажан ойнап күрші бойында, болмасын қайғылайым қиында. Бақытым деп бағалайын, сен қуанып қалағай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалайын, сен қуанып қалағай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ойлап қойды, сіз ұзатылып отқан қыз құсап жылаватсыз ғой көрсін. Қуанышты көздеріңіз анамызды қолдап, қошеметтеп, шамалақ соғып қойыңыздар. Жүрегіміз ана, жаным ана, күнде жарық көздеріңіз ана, қолдай тәтті сөздеріңіз ана. Келінім мен қызың құшақта, баласын құшақтамай өгендес бесін. Келіңіздер, сөп келсек, отбасылық естелік сурет болсын. Жақын тұрыңыздар, естелік сурет кетісі бар. Дәл осындай керемет сәтімізде ұл қыздардың атынан деп сіздерге де дайындаған тәтті тағам, торт тағамымызды орта қарай алдырайық. Тортқа ондай өлең қоймайды, ұйықпас. Торт студио. Сонда жырыңы арқалар, артылеп берген, басыңа бақыт байланар. Құшақтарым жақындайды, әр жыл сайрай тойланар. Жігіттің ойлап жүрген шапалақ соғып қойыңыздар. Бірақ менше қанша адам көрдім. Торттың алдында дұға тілеген адамда бірінші рет көрдім мен. Тортпен сөтке түсіп алайық, мешат етпеңіздер. Әкеміз бен анамыз өздері жеке естелік сөтке түсіп алсын. Келіңіздер, естелік сөтке түсіп алайық тортпен бірге. Рұқсат болса, тортты одан алып кете беріңіздер. Барлық қонаққа жететіндей етіп, колбасамен сыр ұстап турап алып келсеңіздер болады. Енді құрметті қонақтар, рұқсат болса біз әрмен қарай тілектерімізді әрмен қарай жалғайтын біздің алтындай болған көршілеріміз бенен жиендеріміз. Аттарына да түстейтін болсақ, жиендерден бастаған Бақыт, Әлия, Дархан, Жұлдыз, Қуаныш, Әсем, Ақбота және де алтындай болған көршілер Мақпал, Қанат, Шакизат, Раушан, Ақтар, Назгүл, Жайна және де Гүлшехрадай аттары аталған аталмай қалған жиендер, көршілер. Келіңіздер, тілек өздеріңізден болсын. Және де Жанар, келін, ортамыздан табылыңыздар. Келіңіздер. Бір түгелденіп алайық, сіздердің барлықтарыңыз көршілер танып тұрмын. Так, жиендер, сіздер ма? Үшеу сіздер ма, екеу сіздер ма? Екеуі. Бар осы ма? Жанар келін деген сіз ба? Келіңіз.
үшеуіңіз тұрып алыңыздар. Енді рұқсат болса алдында болған көршілер. Сіздер күнде көріп жатсыздар бұл кісілерді. Рұқсат болса жиендерден бастайық. Тілек кезегі келіңіздер. Тілек өздеріңізден болсын. Келжізде туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Алла тағала екі дүние бақыт насip етсін сіздерге. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Немерелеріңіз көп болсын, Құдай қаласа, иншалла. Той қаласа берсін. Жаным әпшем, бүгінгі юбилейіңіз құтты болсын. Әрдайым осылай жарқырап жүре беріңіз. Аппақ жүзім екеуіңіз осылай тек қана бала-шағасы ұл-қыздарыңыздың қызықшылығын көріп, бір жасында қартайыңыз. Әлемдегі барлық жақсылық тілеймін. Сізді қатты жақсы көремін. Әпше, туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жүзім екеуіңіз бақытты болыңыздар. Өсіріп жатқан ұл-қыздарыңыздың рахатын көріңіз, немеренің болғына бағып жүре беріңіз. Бақытты болайық, баянды болайық, баршаңызға рахмет. Бүгінгі мынау юбилей құтты болсын, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын, Алланың берген жасын жасай бер. Ахмет екеуің бір жастықта қартайып, неберелерінің қызығын көре бер, бала-шағаңның неберелер көбейе берсін. Әрқашан дастарханың осындай қызықшылыққа жайылсын, той болсын, ешқашан не болмасын, жаманшылық болмасын, бәрі жақсылықты тілеймін. Айналайын, бүгінгі мына 60 жас мерейтойың құтты болсын, денің сау болсын, өсіріп отқан ұрпақтарың рахатын, қызығын көріңдер, шаңырақтарында әрқашан жақсылық той болсын. Сол тойлардың куәгері болып жүре берейік біз. Неғылым, жақсылық той бола берсін. Жылдан жылға туған күнге аман-есен жете бер. Осы жерде жас тілектер айтылып жатыр, сол тілектердің бәрі періштердің құлағына шалсын. Қалғандарыңыз қосыласыздар ма әйелдерге рұқсат болса, жалғыз ағамыз келіп отыр екен. Ағамыздың өзінен бір тілек болсын, келіңіз. Сейчас соғысын танымыз біз. Ахмет екеуміз бақытты болыңыздар. Құлағың дені сау болсын. Құны бойына. Рахмет, енді келіңіздер. Той иелерін ортаға алып өздеріңізбенен жақын тұрып керемет бір естелік суретке түсіп естелік сурет болсын ағай. Ал енді той иесінен дайындалған сый-сияпатымызды алсақ, тойды тойға ұласақ, барлығымыз ортаға би алаңына шығайық, би алаңы сіздер үшін ашық.
Gözüm yüreğim, çeksin